Сәлем достар, бүгін сіздермен дәмді, жеңіл әрі тойымды салат дайындаймыз. Алдымен баклажанды текшелеп турап, көкөніс крахмалына саламыз да 10 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін тауық етін текшелеп турап, дәмдеуіштермен көкөніс крахмалын және 1 ас қасық май құйып, араластырып шетке қойып қоямыз. Дайын болған баклажан мен тауық етін жақсылап майға қуырып аламыз. Енді қиярды текшелеп турап, ыдысқа тауық етін, баклажанды және қызанақты салып, дәміне қарай тұз, бұрыш және сарымсақ салып, ең соңында қызып тұрған майды құямыз. Біздің салатымыз дайын, дәмді және пайдалы. Достар, егер видео ұнаса лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.